Керней. Сонда Керней үні естіліп, өлгендеріміз қайта тіріліп, біз де түгелдей өзгереміз. Қорындықтарға арналған 1-ші хат, 15-ші тарау, 52-ші аят. Мини Джонс деген әйел бір жиналыста болғанда мына жағдайды қайта-қайта айта беретін. Бір шағын бойлы ағылшын бағушысы уағыздарын қызық әрі көріністі түрде айтады. Бір күні ол келесі жексенбіде кешкі аста Иса Мәсіхтің екінші келуі жайлы уағыздаймын деп хабарлады. Ол қауым оркестрлерінің кернейшісін алдын ала келісіп алды. Оған мен соңында керней үні естіліп деген сөзді айтқанда, сен сахнаның шымылдырығының артында тұрып, кернейді қатты үрлей баста дейді. Сөйтіп, жексенбіні кешкісін жиналыста кернейдің қатты дауысы естілгенде, өте қызық жағдай болды. Біреулер талып қалды, екіншілері шыңғырып айқайлап есікке қарай жүгірді, ал үшіншілері ең күлкілі нәрсені істеді. Олар орындықтың үстіне секіріп шығып, қолдарын тез сермеп ұшуға тырысты. Адамдар осындай әңгімені айтқан кезде, әдетте бірдеңені қосып жіберу мүмкін. Дегенмен, мен сізге мынаны нақты айта аламын. Иса Мәсіх қайтып келген кезде, жаңағыдай 3 топ болмақ. Талып қалатындар, жүгірушілер және ұшқысы келгендер. Арамыздағы кейбіреулеріміз Иса Мәсіх ешқашан қайтып келмейтіндей өмір сүреміз. Алайда ол ойын өзгерткен жоқ. Ол қайтып келеді. Егіннің иесі келмей тұрып, біз егінді жинап алуымыз керек. Құдайдың рахымының арқасында уақыт созылып, бізде осыны істеуге мүмкіндік бар. Осы жайында қателеспеңіз. Иса қайтып келеді. Тыңдаңыз. Алайда біздің отанымыз көкте. Содан құтқарушымызды, иеміз Иса Мәсіхті сағына күтеміз. Филиппіліктерге арналған 3-ші хат, 20-ші аят.